аяқталамыз ба деп. Гүлмира ханым, мына шараның қысқаша маңызын айтып беріңіз, сосын мына жердің бір тарихи ерекшелігі бар екен. Негізінен біз бәріміз қазақтың медиа нарығында, медиа алаңында жаңа бір алаңды аштық деп ойлаймыз. Бұл бүкіл аймақтарға арналған мобильді медиа мектеп деп аталады. Биыл біз бұл бүкіл әлемдік баспасөз бостандығы күніне арнап отырмыз. Бұл шараны тікелей Шымкент қаласы әкімдігі және де Отырар, Кентау, Арыстанбаб ауыл әкімдері тікелей қолдау көрсетіп отыр. Біздің бұл шараға 50-ге жуық журналистер, журналистикаға маманданып жүрген жастар қатысуда. Сондай Бішкек, Қырғызстаннан да қатысушы журналистеріміз бар. Ортамызда қазір Ақтөбеден, Өскеменнен, Қарағандыдан, Тараздан қатысушыларымыз бар. Бұл шараның басты мақсатының өзі жердің әр елдерде жүзеге асырылған халықаралық бағдарлама бар. Ақпараттық сауаттылық деп аталатын ЮНЕСКО-ның осы біз бағдарламаның негізгі модульдарын өзімізге міндеттеп алдық. Ол жаңағыдай тұрғындардың медиа сауаттылығы, ақпараттық сауаттылығы, ақпараттық теңдік, ақпаратқа қолжетімділік, сөзге деген, ақпаратқа деген еркіндік, мінекей осындай тақырыптар негізі бізде шеберлік сыныбын оқып жатқан, семинарлар оқып жатқан дәріскерлерді біз осы тақырыптарға баулудамыз. Жалпы бізде Қазақстанда қазақ тілді медиа нарықтың не болмаса қазақ тілді медиа менеджменттің дамуын кенжелеп қалды дейді. Жоқ, ол мүмкін қате ұғым шығар. Бұл даму керек, дамытып жатырмыз. Ол даму үстінде біз ешбір елден кем емеспіз. Біздің өзіндік қолтаңбасы бар нарығымыз бар медиа саласында. Сондай-ақ бізге дәріскерлер ЮНЕСКО алғада ескертіп жатады. Осы медиа және ақпараттық сауаттылыққа баулитын медиа тренерлердің тұтас бір жаңа буынын дайындау керек. Алда мүмкін біз сондай бір өзімізге міндеттеме қоятын сияқтымыз. Біздің қазір дәріскерлеріміз жаңа медиа саласында немесе телевидение немесе радио, баспасөз саласындағы белді мамандар, бірақ дегенмен де біз бұларды әлі де болса ол жаңағыдай медиа және ақпараттық сауаттылықтың бірнеше бағыты бар. Оның жаңалықтар сауаттылығы, интернет сандық сауаттылық. Өзі дұрыс айтасыз, бәрі күшті, тамаша. Енді медиа сауаттылық, ақпараттық сауаттылық, енді мына жақта үңгірге сай қалып келіп жатса, оның қатысы қанша жалпы? Бұл маршрут бізде жай таңдалған жоқ. Негізінен бізге бұл қолдау білдірген Шымкент қаласы әкімдігінің аппараты. Сіздер ақыры оңтүстікке келгендіктен де оның қасиетті жаңағыдай тарихи мәдени мекендеріне арнайы ат басын бұрыңыздар. Себебі бұл мобильді болғандықтан сіздер бір орында отырмай 3 күн бойына осы біздің ең жаңағыдай адамзатқа ортақ құндылықтары бар. Соны сіздердің журналистеріңіз көрсін, білсін, және де оны халқымен, журналистермен соны таныта білу. Жалпы бізде материалдық емес құндылықтарды насихаттау, сақтау және көбейту деген ұғымдар бар. Бұл яғни біздің интеллектуалды құндылықтарымыз ол тарихи жәдігерлермен ерекшеленеді. Сондықтан да біз мынау Арыстанбаб кесенесі немесе Түркістанда Қожа Ахмет Яссауи мавзолейі, соның өзінде біз жаңадан пайда болған кеше символикалық тарихи құндылықтарды көз жеткізді. Оның бір жаңа мешіт, мысалы Түркия діни қорының қолдауымен салынған ондай жаңа үлкен жобаларды біз тек қана қолдап, журналистер оны халыққа насихат ете білуіміз керек. Мен өзім мәселен журналистика саласында жүрсем де ондай жаңа мешіттің сондайлықты жақсы екендігін, бір жақсы бір ерекше архитектурасы, тарихи, мәдени орны бар екенін келгенде көзіммен көрдім. 100 рет естігенше бір рет көр дейді қазақта. Ол рас. Біз мысалы медиа турымыздың аясында біз Қаратау қорығында болуымыз керек. Өкінішке орай бола алмадық. Дегенмен алдағы уақытта бір мүмкіндік болса, оны журналистеріміз көру керек, таныту керек. Ендігі бір ерекшелігі, біз бүгін мынау Ақмешіт үңгіріне келіп тұрмыз. Мұндай қасиетті үңгірдің барын біз көбіміз біле бермейміз негізінде. Бұл да мысалы қасиет ерекше, оның жарық болып тұруында, оның осы ерекше жаңағыдай мәдени де тарихи да құндылығы барында. Бізде еліміздің өзі мысалы өте бай мемлекет, оның жерінің кеңдігімен және ондағы жер үсті, жер асты қазба байлықтарымен, үшіншісі мен айтар едім, оның материалдық емес құндылықтарымен байды. Бізде мысалы батысқа барайық, солтүстікке барайық, оңтүстікке барайық, шығысқа барайық, толған құндылықтар, тарихи құндылықтар, мәдени құндылықтар, бұлардың бәрі біздің мәңгілік жәдігерлеріміз. Сол үшін біз оларды сақтауға, көбейтуге атсалысуымыз керек. Рахмет, іштеріңізге сәттілік тілейміз. Рахмет сізге.